Сәлем достар. Әлемде әрбір үшінші адам ағзаға су жетіспегеннен зардап шегеді. Бірақ олардың 3-2-сі бұл туралы білмейді. Қажетті мөлшерде су ішпеу небір дерттің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, адам сусыз 72 сағаттан артық өмір сүре алмайды. Егер су жетіспесе, адам ағзасы дауыл қаға бастайды. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз ағзаға су жетіспегенде байқалатын 10 белгі жайлы айтатын боламыз. Егер арнамызды бірінші рет көріп отырсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз ендеше кеттік. Тамақтың құрғауы. Ауыздың, тамақтың құрғауы, шөлдеу, дегидратацияның ең негізгі белгілері. Бұл сигналдарда жиі елемеу, басқа да күрделі проблемаларға әкеп соғуы мүмкін. Терінің құрғауы мен сұрлануы. Адамға су жетіспейтін көзге анық көрініп тұрады. Өйткені дегидратация бірден теріге әсер етеді. Бет пен қол терісі құрғап, икемділігін жоғалтады. Көздің құрғауы. Денеге сұйықтық жетіспесе, көздің шырышты қабаты жеткілікті түрде ылғалданбайды. Сондықтан көзге құм толғандай жағымсыз сезім пайда болады. Тамақтанар алдында 10 минут бұрын кем дегенде 1 стақан су ішу керек. Көз астының көлеңкеленуі. Көз аймағындағы майлы тін дегидратацияға да, артық сұйықтыққа да сезімтал келеді. Су жетіспеушілігінің жиі кездесетін белгісі көз астының қараюы. Жүрек қағысының жиілеуі. Ғалымдар дегидратация жүрек ырғағына қатты әсер ететінін ұзақ уақыт бойы дәлелдеді. Денедегі сұйықтықтың болмауына байланысты плазма көлемінің төмендеуі қан айналымының жоғарылануына және жедел импульстік ритмге әкеледі. Бас ауруы және бас айналу. Егер бас ауырып айналса, су ішу режиміне назар аудару керек. Өйткені су жетіспесе, миға оттегі мен қан ағыны да азаяды. Осылайша бас ауырады. Жалған дабыл. Адам көбінесе шөлдеу белгілерін ажырата алмайды. Шөлдесе қарным ашты деп шатастырады. Бұлшық еттің ауырсынуы. Бұлшық ет көбінесе су жетіспегеннен ауырсынады. Адамның буыны мен шеміршегі 80% судан тұратынын бәрі бірдей біле бермейді. Судың жетіспеушілігі сүйек арасында үйкеліс тудырады. Демек, буындардың ауыруы, тіпті құрысулардың да себебі су жетіспегеннен болуы әбден ықтимал. Бүйректе тас пайда болады. Суды аз ішу бүйректе тас пайда болуына себеп болуы мүмкін. Тез шаршау. Адам ағзасындағы барлық метаболикалық процестер, соның ішінде жасушалардағы энергия өндірісі, сұйықтық жеткіліксіз болса айтарлықтай баяулайды. Ең көп зардап шегетіні ми. Ол 90% судан тұрады және дегидратацияға өте сезімтал. Бұл шаршау мен бас ауруын тудырады. Сондықтан мамандар дәрі ішуге асықпауға кеңес береді. Кәдімгі 1 стақан су жағдайыңызды оңалтуы мүмкін. Осымен бүгінгі бейнемізді аяқтаймыз. Бейне ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір алаңға өз ойларыңызды жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар. With